Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін y тең болады k бөлінген x функциясымен, оның графигімен, қасиеттерімен танысатын боламыз. Алдымен y тең болады 1 бөлінген x функциясының графигін салып көрейік. Яғни k 1-ге тең болғандағы жағдай. Әдеттегідей x-ке мән беріп, сәйкесінше y-тің мәндерін есептейік. X-ке -4-ті беретін болсақ, y -4-тен 1 болады. X-ке -2-ні берсек, y -2-ден 1 болады. X-ке -1-ді берейік. Онда y -1 болады. Ал енді x-ке 0-ді беруге болады ма? Егер 0-ді беретін болсақ, онда 1 бөлу 0 болады. Ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Ендеше x-тің орнына 0-ді қоюға болмайды екен. Енді x-тің орнына -2-ден 1-ді берейік. 1-ді 2-ден 1-ге бөлсек, 2 шығады, яғни таңбасы -2. X-тің орнына -4-тен 1-ді берсек, -4 болады. X-ке 4-тен 1-ді бергенде y-іміз 4-ке тең болады. X-ке 2-ден 1-ді бергенде y-іміз 7-ке тең болады. X-ке 1-ді берсек, y 1-ге тең болады. X-ке 2 беретін болсақ, y-іміз 2-ден 1-ге тең. Және X-ке 4-ті берсек, y-іміз 4-тен 1-ге тең. Енді осы табылған нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп, график салып қараймыз. X -4 болғанда y-іміз -4-тен 1-ге тең. -4-те -4-тен 1 нүктесі шамамен осы жерде. Келесі, x -2 болғанда y -2-ден 1. -2 болғанда -2-ден 1 нүктесі мынау нүкте. -1-де -1 нүктесі мынау нүкте. X -2-ден 1 болғанда y -2-ге тең. -2-ден 1-де -2 ол мынау нүкте. Және x -4-тен 1 болғанда y -4-ге тең. 4-тен 1-де -4 нүктесі. Келесі, x 4-тен 1-ге тең болғанда плюс, y 4-ге тең болады. 4-тен 1-де 4 нүктесін белгілеп қояйық. Келесі, x 2-ден 1 болғанда y-іміз 2-ге тең болады. 2-ден 1-де 2 нүктесі. X 1-ге тең болғанда y 1-ге тең болады. X 2-ге тең болғанда y 2-ден 1-ге тең болады. Және x 4-ге тең болғанда y 4-тен 1-ге тең болады. Қажетті нүктелерді белгіледік. Енді осы нүктелер арқылы график жүргізейік. Міне, функцияның графигін салдық. Байқап отырсаңыздар, функцияның графигі 2 тармақтан тұрады екен, және ол тармақтары бірінші ширекте және үшінші ширекте орналасқан. Бұл функцияның графигі гипербола деп аталады. Енді осы координаталық жазықтықта y тең болады -1 бөлінген x функциясының графигін салып қарайық. X-ке мән беріп, сәйкесінше y-тің мәндерін табамыз. X-ке -4-ті берсек, y +4-тен 1 болады. X-ке -2 бергенде y +2-ден 1 болады. X-ке -1 бергенде y 1-ге тең болады. X-ке -2-ден 1-ді берсек, y +2 болады. Және X-ке -4-тен 1-ді берсек, y +4 болады екен. Енді оң мәндерді берейік. X-ке 4-тен 1-ді берсек, y-іміз -4 болады. X-ке 2-ден 1-ді бергенде, y -2-ге тең. X-ке 1-ді бергенде, y-іміз -1-ге тең. Және x-ке 2-ні берсек, y-іміз -2-ден 1-ге тең. Және x-ке 4-ті берсек, y-іміз -4-тен 1-ге тең. Осы табылған нүктелерді белгілеп графикті салайық. -4-те +4-тен 1 нүктесі мына нүкте болады. -2-де +2-ден 1 нүктесі, -1-де 1 нүктесі, -2-ден 1-де +2 нүктесі мынау нүкте. Және -4-тен 1-де +4 нүктесі ол мынау нүкте. Келесі, x-ке 4-тен 1-ді бергенде y -4-ге тең. 4-тен 1-де -4 нүктесі, 2-ден 1-де -2 нүктесі, ол мынау жерде болады. 1-де -1 нүктесін белгілейміз. 2-де -2-ден 1 нүктесі мына нүкте. Және 4-те -4-тен 1 нүктесі мына жерде болады. Енді осы белгіленген нүктелер арқылы графикті жүргізіп көрейік. Міне, графикті жүргіздік. Енді гипербола тармақтарына назар аударайық. Яғни k -1-ге тең болғанда, яғни теріс сан болғанда, гипербола тармақтары екінші және төртінші ширектерде орналасады екен. Сонымен балалар, y тең болады k бөлінген x функциясының графигі 2 тармақтан тұрады, және ол график гипербола деп аталады. Қазір біз k өзгерген кезде функцияның графигі қалай өзгеретіндігіне назар аударайық. Міне, k 1-ге тең болғандағы тармақтарымыз бірінші және үшінші ширектерде орналасқан. Енді k-ны үлкейтейін. Тармақ қалай қозғалып жатқанын көріп отырсыздар, е? K үлкейген сайын тармақтары жазылып жатыр.
Ал енді k-ны кішірейтіп көрейік. К кішірейген сайын тармақтары, координаталар басына жақындап келе жатыр. Мінекей 0,5, яғни k 2-ден 1-ге тең болғандағы, k 0,2-ге тең болғандағы жағдай. Енді k теріс сан болған кезде, мінекей көріп отырсыз, тармақтар 2-ші және 4-ші ширекке ауысты. Міне осы салынған графиктердің барлығы гипербола деп аталады, және ол y-тен болады k бөлінген x функциясының графигі болып табылады. Енді функцияның қасиеттеріне тоқталайық. Бірінші, функцияның анықталу облысы. Функцияның анықталу облысы минус шексіздікте 0 және 0-ден плюс шексіздік сан аралықтары болады. Неге 0 анықталу облысына кірмейді? Себебі біз санды 0-ге бөле алмаймыз. Яғни x еш уақытта 0-ге тең бола алмайды. Мәндері облысы бұл y-тің қабылдайтын мәндері. Көріп отырмыз, y еш уақытта 0-ге тең болмайды. Өйткені k 0-ге тең емес. Олай болса функцияның мәндерінің облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін және 0 кірмейді. 0-ден плюс шексіздікке дейінгі сан аралықтары болады. Минус шексіздіктен 0-ге дейін, 0-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі функцияның графигіне тоқталатын болсақ, k 0-ден үлкен болған жағдайда функция графигінің тармақтары 1-ші және 3-ші ширектерде орналасады. Ал k 0-ден кіші болған жағдайда 2-ші және 4-ші ширектерде орналасады. Енді таңба тұрақтылық аралықтарына келейік. K 0-ден үлкен болған жағдайда, неке көріп отырмыз, 0-ден плюс шексіздік аралығында функцияның мәндері 10 болады екен. Ал минус шексіздікте 0 аралығында, не көріп отырмыз, функция теріс мәндерді қабылдап тұр. Y кіші болады 0-ден. Енді k 0-ден кіші болған жағдайды қарастырайық. Мұнда керісінше x 0 мен плюс шексіздік аралығында жатқанда, не көріп отырсыздар жасыл тармақты, y кіші 0-ден. Ал x-міз минус шексіздікте 0 аралығына тиісті болғанда, функцияның мәні 0-ден үлкен болады екен. Не мынау тармақтан байқауымызға болады. K 0-ден үлкен болғанда функция кемиді, ал k 0-ден кіші болған жағдайда минус шексіздікте 0 және 0-де плюс шексіздік аралығында функция өспелі болады. X-тің мәні артқан сайын функцияның мәні өсіп бара жатқанын көріп отырмыз міне. Енді мысалдарды қарастырайық. Бірінші тапсырма. Y-тен болады 4 бөлінген x функциясының графигін салыңыздар. Және бірінші x-тен болады минус 3,5, минус 1,3, 2,5 және 5 мәндеріне сәйкес функцияның мәндерін табыңыздар. Екіншіден y-тен болады минус 2,5, 3 мәндеріне сәйкес аргументтің мәндерін табыңыздар дейді. Алдымен функцияның графигін салайық. X-ке мән беріп, сәйкес y-тің мәндерін табамыз. Осы алынған нүктелерді белгілеп графигіміз саламыз. 1-де 4 нүктесі, 2-де 2 нүктесі, мынау нүкте, және 4-те 1 нүктесі, мынау нүкте белгілеп қояйық. Минус 4-те минус 1-ге тең, минус 2-де минус 2-ге тең, және минус 1-де минус 4-ге тең. Қажетті нүктелерді белгіледік, енді график салайық. Графигімізді салдық мінекей. Енді біз графикке қарап отырып, x-тің мынау мәндеріне сәйкес y-тің мәндерін табайық. Бірінші, x минус 3,5-ге тең. График арқылы x-тің минус 3,5 мәніне сәйкес y-тің мәнін табу үшін, біз осы минус 3,5 нүктесі арқылы x өсіне перпендикуляр тұрғызушы едік. Және осы перпендикулярдың графикпен қиылысу нүктесі арқылы y-ге перпендикуляр жүргіземіз. Сонда шамамен минус 1,1 болатындығын көріп отырмыз. Ендеше минус 3,5-те минус 1,1. Келесі минус 1,3 нүктесі. Осы нүкте арқылы x өсіне перпендикуляр тұрғызатын болсақ, графикті шамамен мына нүктеде қияды.
Яғни сол арқылы біз y осіне перпендикуляр жүргізетін болсақ, шамамен жуық мәні -3-ке өте жақын, -3,1 деп алайық. X 2,5-ке тең болғанда, x-тің бойынан 2,5 тауып аламыз. Y-тің мәні шамамен 1,6 болады екен. 1,6. Келесі, x өсінің бойынан 5-ті тауып, графикпен қиылысқанша перпендикулярымыз жүргіземіз, және сол нүкте арқылы y-ке перпендикуляр түсірсек, 0,8-ге тең болатындығын көруімізге болады. Енді келесі функцияның мәндеріне сәйкес аргументтің мәндерін табайық. Y -2,5-ке тең болғанда, керісінше енді x-тің мәнін табамыз. Y осінің бойынан -2,5 нүктесін таптық. Осы нүкте арқылы y осіне перпендикуляр тұрғызатын болсақ, ол графикті шамамен мына нүктеде қияды. Ал бұл нүкте арқылы x өсіне перпендикуляр түсіретін болсақ, y-тің мәні шамамен -1,6 екенін көре аламыз. Сонда -1,6 да -2,5 болады екен. Келесі, y осінің бойынан 3 нүктесін табайық. 3 нүктесі арқылы y-ке перпендикуляр тұрғызып, қиылысу нүктесімен x-ке перпендикуляр тұрғызатын болсақ, x-тің оған сәйкес мәні шамамен 1,3 болады екен. Міне біз оқушылар осылайша графикке қарай отырып, x-тің мәніне сәйкес y-тің мәні, немесе функцияның мәніне сәйкес аргументтің мәнін таба аламыз. Келесі тапсырма. -5 бөлінген x тең болады, 2x - 7 теңдеуінің түбірлері бар ма? Оны тексеру үшін біз қазір графиктік тәсілді қолданайық. Яғни теңдіктің екі жағында тұрған өрнектерді y тең болады -5 бөлінген x және y тең болады 2x қосылған 7 функцияларын жеке-жеке қарастырып, олардың графиктерін бір координаталық жазықтықта салайық. Бірінші, y тең болады -5 бөлінген x функциясы. Графикті салдық. Енді келесі, y тең болады 2x қосылған 7 түзуін жүргізейік. Түзуді жүргізу үшін бізге 2 нүкте жеткілікті. Осы 2 нүктені белгілеп график саламыз. 0-де 7 нүктесі және -1-де 5 нүктесі. Ол мынау нүкте екен. Осы 2 нүкте арқылы түзуіміз жүргізейік. Түзуді жүргіздік. Енді біз осы екі графиктің қанша нүктеде қиылысқандығын қараймыз. Қиылысу нүктесінің бірі -1-де 5 екендігі көрініп тұр, және тағы да бір нүктеде қиылысып отыр екен. Бұл -2,5-те 2 нүктесі. Яғни бұдан шығатыны беріліп тұрған теңдеудің 2 түбірі бар екен. Жауабы 2 түбірі бар. Сонымен оқушылар, біз бүгін y тең болады k бөлінген x функциясымен, оның қасиеттерімен, графигімен таныстық, бірнеше мысалдар қарастырдық. Енді үйден өздеріңіз мына тапсырмаларды орындап, өтілген сабақты бекітіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.